Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Сіздерге топтық жұмыста қолданылатын ең тиімді әдістерді атап айтатын боламын. Ендеше мұқият тыңдап назар аударыңыздар. Бірінші, Дейл әдісі. Бұл жерде оқушыны деңгейіне байланысты 4 топқа біріктіріп аламыз. Бірінші топ describe, яғни баяндап суреттейді. Оқиғаны болсын, өткен тақырыпты болсын, кез келген тақырыпты, тақырыбы мақсатын анықтап, соны баяндайтын болады. Яғни бұл ең төменгі деңгейлі оқушылардың тапсырмасы. Одан кейін екінші топ explain, бұл жерде түсіндіреді, ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырып түсіндіретін болады. Бұл екінші В деңгейлі оқушының тапсырмасы болып табылады. Үшінші топ analyze, мәтіннің түрін анықтайды, стильдік ерекшелігін табады, яғни талдайды бұл жерде. Төртінші топ links, бұл жерде ақпараттарды қорытындылайды, байланыстырады, өз ойын нақты дәлелдермен жеткізеді, өз білімімен байланыстыратын болады. Енді бұл жерде сіздерге айтып кететін кеңесім, бұл 4 топты өзіңіз саралап бөлетін боласыз. Яғни оқушылардың ең төменгі деңгейлі оқушыны бірінші топқа, одан кейін орта оқушыны екінші топқа, үшінші топқа жақсы сабаққа қатысатын С деңгейлі оқушыны үшінші топқа, және одан да ең мықты, ең барлығына жауап бере алады деген оқушыны төртінші топқа. Яғни бұл жерде бұл лингстің басқалардан айырмашылығы айтылым дағдысы жақсы меңгерілген оқушыны таңдап аласыз. Яғни ол мәселе бойынша өзінің шешімін айтады, қандай кемшіл тұстар кетті соны айтатын болады, өз ойын дәлелді фактілермен, нақты мысалдармен жеткізетін болады. Сондықтан төртінші топқа ең мықты деген оқушыларды алатын боласыз. Келесі бізде топтық әдістердің бірі, яғни топтық жұмыс істеуде ыңғайлы әдістердің бірі ой күмбезі деп аталады. Бұл әдіс тақырыптық тапсырмаларды сатылай деңгейлеп орындауға негізделген. Ол мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады. Бірінші, ой қазығы. Бұл жерде оқушылар айтылған ойдың негізгі сөзін тауып, қарапайым түсініктер мен ұғымдардың табиғатын айқындайтын болады. Екіншісі, ой желісі. Негізгі сөзден өрбейтін ой пікірді талдап, алған білімді қолдану және жан-жақты зерделеуге мүмкіндік береді. Үшінші, ой өрімі. Бұл жерде оқушылардың пікірлері мен ой түйінділері жинақтап, салыстыру, дәйектеу, дәлелдеуге ұқсайтын, я болмаса ұқсамайтын құбылыстармен салыстырады, ой көркемдігі мен құрылымдық сипатын ашуға, ізденіске бағдар беруді көздейді. Соңғы төртіншісі бізде ой күмбезі. Бұл жерде шығармашылық және ізденіс нәтижесінде ойдың маңызы мен мәнін ашуға, олардың қажеттілігі мен орнын айқындап баға беруге жетелейді. Енді бұл жерде де ой күмбезінде де топтық жұмысты деңгейлеп саралап берсеңіз болады. Бұл тапсырманы бұны постер ретінде бұл әдісті қорғатсаңыз өте керемет алып шығады оқушылар. Яғни бірінші топқа ой қазығы, екінші топқа ой желісі, үшінші топқа ой өрісі, төртінші топқа ой күмбезі деп 4 топқа бөліп, осылайынан тапсырма беретін болсаңыз өте жақсы шығатын әдіс тәсілдің бірі болып табылады. Келесі топтық тапсырмаға арналған әдістің бірі бізде кезбе тілші. Бұл жерде 4 оқушыны әр топқа, мысалға 3 топ, 4 топқа оқушыларды бөлетін болсаңыз, 3 топқа бөлетін болсаңыз, әр топқа 4 оқушыдан құрамын құрайтын боласыз. Бұл жерде бірінші оқушы телефон соғылып жатқанға ұқсатып, тәулік бойы орын алған оқиғалар туралы хабарламалар жасайды. Екінші оқушы телестудиядағы диктор жиынтық ақпарат береді. Үшінші оқушы тілші, яғни оқиға орнынан ақпарат ұсынады. Төртінші оқушы тілші сұхбат алатын куәгер, яғни 3 оқушы өзінің тапсырмаларын орындап, 4-ші оқушы басқа топтың оқушыларымен пікір алмасады. Енді бұны басқаша да жасауға болады. Бұл жерде сол бір топтағы 3 оқушы солай қызмет жасаса, өздерінің әрқайсысы, енді 4-ші оқушы басқа топпен алмасып, ол жердегі оқушылармен сұхбат алып, соларға
өздерінің қойған сұрақтарын пікір алмасып солай керемет бұл әдісті алып шығуға болады. Яғни бұл топтық жұмыста орындалатын ең керемет әдістердің бірі болып табылады. Келесі топтық әдіс бізде кубизм. Кубизм бұл жерде кубиктің көмегімен төмендегі тапсырмаларды беруге болады. Яғни 6 қырлы кубикті аласыз. Біріншіге суретте, яғни бірінші номер түсетін болса, тақырыпты суреттеп, түсін, пішін, өлшемін қандай, яғни сипаттама жасайтын болады. Екінші түссе, онда неге ұқсас, неге ұқсамайды, яғни салыстырады, басқа әңгімемен, мысалға әдебиет пәні бойынша басқа әңгімелерден айырмашылығы қандай, ұқсастығы қандай деген сияқты салыстыратын болады. Үшінші, бұл жерде 3 түсетін болса байланыстырады, яғни оқиғалармен, ішінде болып жатқан оқиғалар, бұл туралы ойыңызды көзге елестетіңіз, болмаса осы оқиғаның аяғын өзіңіз қалай аяқтар едіңіз, болмаса басын деген сияқты өзіңіздің фантазияңызға байланысты тапсырма берсеңіз болады. Байланыстыруға байланысты. Төртінші, таңдай, яғни неден жасалған, неден тұрады, не үшін, яғни сол сұрақтар желісі бойынша өздер жауап беретін болады. Бесінші, қолдан, бұнымен не жасауға болады, бұны қалай қолданамыз, өмірде қандай керегі бар, болмаса жаңағыдай әңгімелер, кейіпкерлер болса, сен өзіңді осының орнына қой деген сияқты қылып тапсырма берсеңіздер болады. Алтыншы, дәлелде, бұл жерде иә жоқ деп оған дәлел келтіру, бұл жақсы ма әлде жаман ба, неге, яғни дәлел келтіре отырып өзінің пікірін нақты жеткізетін болады. Әр топ кубик бойынша өздеріне берілген тапсырмалармен жұмыс жасайды, яғни бұны топқа беріп, осы қайсысына түсетін болса, сол бойынша тапсырма жұмыстарын орындайтын болады. Жазған мәліметтерін топта талқылайды, топтың артынан ортақ жауап дайындайды және презентацияға дайындық жасайды. Сонымен қоса постер ретінде қорғатсаңыз болады. Жасаған жұмыстары бойынша презентация бағалау жұмысын өздеріне берсеңіз болады. Құрметті оқырманым, соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта қандай әдістер керек, я болмаса алдағы уақытта түрлі әдістер көргілеріңіз келсе, мені жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мені қолдап кетіңіздер. Менің арнама тіркелсеңіздер, неше түрлі әдіс-тәсілдер, көрнекіліктер, алдағы уақытта сіздердің керектеріңізге жарайтын түрлі материалдар жариялайтын боламын. Сондықтан арнамнан алыс кетпеңіздер. Рахмет.